Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елімізде тұратын кез келген қарапайым тұрғындардың, азаматтардың ойында біздің шенді шекпенділер қалайша тез байып, сондай-ақ әп-сәтте билікке өрлей қалады деген түсінік бар. Оларға осыншама дәулет бір сәтте қалай келуі мүмкін? 10 жылдап немесе 20 жылдап тырмалап байып жатқан шенеунік көрдіңіз бе? Ондайлар жоқ десек те болады. Тоқаевтың ауыр күрсіне жеткізген хабарларының бірі жоғарғы сот судьясының өзі жемқорлықпен ұсталғандығы. Ал былтырғы пандемия кезіше масқараның нағыз өзі сол шақта болды емес пе? Денсаулық сақтау министрі СК Фармация басшылығы ұсталып елге масқара болған сәт. Біздің еліміздің болашағын қорғауға шақырылған басшылар да, мемлекеттік қызметкерлер де моральдық этикалық қасиеттердің жоқтығы таң қалдырады. Олар өздерін қорғай алмайтындарды, балалар мен науқастарды тонайды. Бұл уақытша қиындық емес, бұл апат деп мәлімдеген еді Меруерт Қазбекова. Адамдар өмір үшін арпалысып жатқан шақта құлқынын ғана ойлайтындар, пайдаларының өзі бағасы 2 есе арзан тауарларды қымбатқа алумен күректеп табыс тапты. Билікке деген сенімнің жоқтығын анық сезген халық олардан еш үміт жоғын, көздері жеткендей бой көтерген белсенді азаматтар жиналып, өз жыртықтарын жамауға жылу жинап кетті. Түркиядан әкелінген дем алдыратын аппараттардың халық өз ақшаларына сатып алды. Амал жоқтың кесірі, ал сол аппараттарға қимаған миллиардтар бөліске түсіп талайлардың қалталарын қомпайтты. Ашкөз билік тіпті мемлекет қаржысын былай қойып халықтың жинаған қорына қол сұққаны да бар. Соңғы езері ереуілдер жиі өтіп жатқан Ақтөбе облысына қатысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы республикалық қоғамдық кеңес қаулы шығарды. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының, мемлекеттік сатып алу басқармасының, білім басқармасының басшыларын, сондай-ақ Ақтөбе қаласы әкімі орынбасарын партиялық жауапкершілікке тартуға қаулы етілді. Сондай-ақ аталған өңірдің прокуратурасына жеке тоқталған кеңес басшысы 70-ге жуық қылмыстық іс қозғалып, барлығы жабылды. Прокурор мырза орынбасары жақында ғана мемлекет басшысы заң үстемдігін қамтамасыз етуде және қылмысқа қарсы күресте прокуратураның ерекше рөлін атап өтті. Ал сіздер ұйықтап жүрсіздер. Сіз тексерушілер болсаңыз да, қадағалау органы бюджет қаражатының қалай пайдаланылатынын да қадағалау тиіс деді Омархан Өксікбаев мырза. Бір қызығы, Нұр Отан партиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес кеңесі жемқорлықпен күресте бір Нұр Отан өз күшімен жеңе алмайды. Қоғам, азаматтық белсенділер, барлық халық қосылу керек, ал біз саяси партия ретінде бұл күштерді біріктіруіміз керек деді. Жарайды, халық болып бірігер болсақ, ең бірінші жемқорлармен күресті кімдерден бастаймыз? Қалай ойлайсыз? Өз ойыңызды айтар, ұсынысыңызды төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.